Қайырлы күн, құрметті көрермен. Сәрсенбі сайтының YouTube жобасының кезекті қонағы Саран қаласындағы Абай атындағы жалпы білім беретін мектептің 9-шы сынып оқушысы Вероника. Қайырлы күн, өзіңді көргеніме қуаныштымын. Әуелі көрермендерге өзіңді таныстырып өтсең. Мен атым Овсянникова Вероника, мен Абай атындағы жалпы білім беретін мектепте оқимын, 9-шы сынып. Ал сен ұлтың кім, отбасың туралы айтып өтсең. Мен ұлтым орыс, және отбасымда анам да, әкем да орыс. Отбасыда орыс тілде сөйлейміз. Және де мен мектепте қазақ тілінде сөйлеймін. Қазақша қалай үйрендің? Мен қазақша балабақшадан бастап үйрендім. Кішкентай кезімде орыс группасына орын болмағандықтан мені қазақ группасына алып келді. Осылайша мен қазір кезде осы мектепте оқып жатырмын. Қазақ сыныбында оқисың ба? Қазақ сыныбында оқимын. Қазақ сыныбында оқу қиын емес па? Мен үшін қазақ сыныбында оқу қиын емес. Ал қазақ тілін білудің қандай артықшылықтары болды өміріңде? Мен мысалы тілдер саласында дамып жатырмын. Кейін өзге ұлт болғанымен қазақ тіліндегі олимпиадаларға қатысамын, түрлі іс-шараларға қатысамын. Жалпы сүйікті пәнің қандай? Қай пәндерден олимпиадаға қатысасың? Мен сүйікті пәнім ол қазақ тілі мен әдебиет, және де қазақ тілі мен әдебиет олимпиадаларына қатысамын. Қазақ шығармаларын оқисың ба, ақын жазушыларына? Мен сүйікті ақын жазушым Абай Құнанбаев және де Мұқағали Мақатаев. Жақсы, бізге бір өлең оқып берсек қазақша. Жақсы. Мұқағали Мақатаев үш бақыттық. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса, мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тіліммен, тас жүректі тіліммен тілім дедім, кей-кеде дедім, түңілсем де қасиетті тілмен түңілмедім. Жақсы. Ал болашақ арман мақсаттарың қандай? Болашақта кім болғың келеді? Болашақта мен өз өмірімді медицина саласымен байланыстырғым келеді. Ал бұл сала сені несімен қызықтырды? Бұл сала мен үшін өте қызықты, себебі бұл сала биология мен химиямен байланысты, және де ол мен үшін де қызықты. Жақсы. Ал бос уақытында немен айналысасың? Қандай хоббиің бар? Мен бос уақытымда тілдерді үйренемін, мысалы ағылшын тілін. Болашақта қай елдерге барып көргің келеді, немесе қай елде оқығың келеді? Болашақта мен Америкада оқығым келеді. Мысалы, себебі бұл Америкада өте жақсы, оқу бағдарламасы өте жақсы. Ал басқа қай қалаларда болып көрдің, Қазақстанның немесе шетелде? Мен Алматыда болып көрдім. Бұл қала маған өте қатты ұнады. Шетелде мен Ресейде болдым. Ресейдің Омск қаласында болдым, және Беларусьте болдым. Ал алдағы Наурыз мерекесі туралы не айта аласың? Наурыз мерекесі ол қазақтың ұлттық мерекесі, және де бұны тек қана қазақтар емес, бүкіл түркі тілдес халықтар да тойлайды. Бұл мереке 3 күн тойланады, және де бұл мерекеде түрлі дәстүрлі киімдер киініп, ұлттық ойындар ойнайды, ұлттық тамақты істейді. Жақсы. Ал қандай жетістіктерің бар? Осы жарыстарға, олимпиадаларға қатысуда қандай кедергілер, қиындықтар болды? Мен ең басты жетістігім ол қазақ тілін жақсы меңгеру, және де мен қазақ тілдегі олимпиадаларға қатысам, түрлі іс-шараларға қатысам. Кедергі маған ешқандай жоқ, себебі мен қазақ тілін жақсы меңгердім, еркін сөйлей аламын қазақ тілде. Жақсы. Ал жетістікке жету үшін, арманға жету үшін не істеу керек? Мен ойымша, жетістікке жету үшін ең басты талпыну керек. Ең басты өзінің өміріндегі ең басты мақсат болу керек. Жақсы, Вероника, өзімен әңгімелескеніме қуаныштымын. Арман мақсаттарың орындала берсін. Рахмет. Баршаңызды ұлыстың ұлы күні Наурызымен құттықтаймын. Құрметті көрермен, бүгінгі шығарылымыз осымен тәмам. Әз Наурыз баршаңызға құтты болсын.